Бисмилля. Сәлеметсіздер ме? Бүгін дезинфекция жасайын деп жатырмыз. Мені мұқият тыңдап жүрген ютубтағы подписчигім және клиентім болды енді. Өкінішке орай енді керек адам ғана көреді бұны, қажет адам қарамайды. Сол мұқият тыңдағанның пайдасы деймін да. Мынау салқын су, өте суық суға блокада антиклопы дәріні араластырсақ, бұл дұрыс ерімей қалады. Ыстық болса күйіп кетеді. Соны мұқият тыңдап алған. Жаңа араластырайын деп жатсам, маған айтып жатыр. Үйде мұздай су жоқ. Жылы суға араластырмайсыз ба деп. Міне тыңдап бәрін білгеннің пайдасы. Мен ұмытып кетіп, салқын сумен жасап кетсем, әсері дұрыс болмай қалушы еді. Өзіңіз бірліп жүрсеңіз, пайдасы осылай болады. Жылы су болды. Енді осы мына блокададан 5 крышка қосамыз. Міне блокаданың түсі осындай. 5 литр. Бұл жерде өте көп екен, 6 қоя береміз, дозасын кішкене көбейтеміз. Осындай көрінбейді де. Бір крышка қойдым. 5 литрлік ыдыс. Бұл кісі өзіне 3 литрлік ыдыс алып алыпты, 1500 теңгеден алыпты. Ал біз оны 3500 теңгеден көріп жүрміз базарда. 6 крышка қойдық, және мынаны ішін шайып тағы да құйып жібереміз. Мына крышканы міндетті түрде шаю керек. Блокада антиклоппен дәрілеп жатырмыз. 6 мына крышкасынан 6 қойдық. 5 литрлік ыдысқа. Міне, мынанша жерден болып келген. Тағы да құйып жіберу керек. Біз өйткені төсек орны көп, бір бөлмелі пәтер болғанмен. Сол үшін пастельдерді қалай дәрілеу керек? Бізде осы YouTube каналдар бар. YouTube каналдан көріп алыңыздар, видеоларды толық қарап шығыңыздар. Бұл кісілер айтады, бір рет дәрілеп беріп, екіншісінде өзіміз дәрілейміз дейді. Негізі кішкене балалар бар болған кезде өзіңіз дәрілемегеніңіз дұрыс. Және қандаланып көрген, принциптің ішінен көргенде оны өртеген. Мынау аппараттың аты Полисайт. Осы көрсеткеннің бәрін интернеттен іздей беріңіз. Өзіңізге ыңғайлы болады. Маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, ұмытпаңыздар. Пайдасы болып жатыр екен. Жазып атқан адамдар бар. Пайдасын көріп, үндемей атқандар да бар. Пайдасын көрдіңіз ғой, жазып кетіңіз. Мен де қуанып қалайын, және адамдар да біліп жүреді бұл пайдалы екенін видеоның. Сіздің пайдалы болып лайк басқаныңыз басқа адамдарға пайдасын әкеледі. Міне мынандай респиратор киеміз. Үстімізде осындай костюм. Үстімізге қандаланы жұқтырып алып кетпес үшін осылай киініп алу керекпіз. Блокада антиклоп, бұл 500 мл. Бұның 1 литрлігі бар, және 50 мл бар. Егер кішкентай комната болса, 50 мл-ден 2 алсаңыз болады. Заттарыңыз көп болса, 3 аласыз. Олар 3000 теңгеден, мынау 9000 теңгеден. Ал 1 литрлігі 15000 теңгеден. Әр қалада әр түрлі. Плинтусқа шығып алған. Және бұл кісілердің өтініші жаңағы үстіне форма киме келіңізші деді. Біз форма киме келеміз. Жай киме келеміз, және формаларымыз сумканың ішінде болады. Өйткені көріп қойса адамдар, өзінде болса да, кімде бар, сол кінәлі болады. Сол үшін киінбейміз, көшеде жай киіммен жүреміз. Квартираға келген кезде киімді ауыстырып, осы жерден киімімізді ауыстырып шығамыздан ше формамен
көшеде жүрмейміз. Біздің дезинфектор екенімізді ешкім білмейді. Мына жерде көп болған, осы жерді өртеген ғой, енді басқа еш нәрсе істей алмағаннан кейін бұны өртеген. Ол әрине ары қарай кіріп кетеді. Өртеу деген негізі опасный нәрсе ғой. Мынау пластмасса өртеніп жерге түссе, жерді өртейді. Өзі ақ патыр-патыр еткізіп өртеніп кететін нәрсе ғой. Анау күйгендері жабысып қапты, иә. Осы жаққа қоямыз қазір, әсерін көреміз сосын. Өлтіріп тастапты. Мынаны енді былай шұқып көруге болады. Ішінде не бар екен, бар ма, жоқ па? Мүмкін әжей күйігі шығар. Мына бір жерде де солай. Бұны алып тастасаңыз, ол ары қарай кетеді. Сол үшін бірінші дәрілегенде принтуттарды алмаймыз. Перделгіштерде болады. Ақыры неге потолокқа шыққан екен, ол перделгіштің перденің мынандай тігістеріне жұмыртқалайды, иә. Осылай стенаны ағызып тастадық. Соның ішінде өледі, ол бері қарай шығып әуре болмайды. Көрініп жатыр біреусі. Баласы ішіне шығып жатыр екен. Осылай дәрлейміз. Нелер ма, боқтар ма дейді, орауын екен. Мына өріп қалды. Көрдіңіз бе, қимадан езді. Тышқан нелерші қара-қара сол жерге жұмыртқа қалдырған қойлар. Балаш. Жұмыртқа. Ойда, қайтып жүр. Балаш. Нені көрдіңіз бе, краскілегеннің артында жүр. Бұған ремонттың алдында болған ба, бұл нәрсе ғой, бұл қашан ремонттағыздар үйді? Ремонттың алдында болған ба, мен Черновой алдым ғой. Да. Бірінші қалайын. Мыналардың, значит, аралары ашық болған, соның арасына кіріп алған ба? Полный ақтында. Қанша уақыт болды бұны байқағаныңыз ба? Соның үшінші жылда болды. Бірінші өртегендерім бар ма? Аха. Содан байқап қалды, қап-қара бір-бірле тұр. Сіздерді, онда сіздер шаққанын сезбейсіздер ғой? Шаққан вообще сездік. Негізі бұлшы барлық адам шағады. Просто біз неміз сезбейді. Өйткені бұл қанмен тамақтанған ғой, қарасаңызшы, іші қан ғой. Бұл өзі негізі қызыл болмайды, сары түсті ғой, сары. Жұмыртқасы ақ болады да, кейін сары болады. Міне, өлді міне осы, қатып қалды. Қимылсыз қалды. Ақ неге ауыр алып кетті.